Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен теңіз балдырларынан, яғни морской капустадан дайындалатын салат рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Ең алдымен теңіз балдырларымызды тұзымен бірге салқын суға 3-4 сағатқа салып қоямыз. Теңіз балдырларының әртүрлі сорты болады. Bir түрлері қайнатқан кезде көбейіп ісініп кетсе, ал екінші түрі көбеймейді, ісінбейді, сол қалпы қалады. Мен алған теңіз балдырлары қайнатқан кезде көбейіп ісінбейтін болғандықтан мен бірден 1,5 пашкасын қолдандым. 3-4 сағат тұрғаннан кейін теңіз балдырларымызды суымыз тазарғанша жақсылап жуып аламыз. Сосын суымызды қайнатып 10-15 минут, яғни піскенше пісіріп аламыз. Теңіз балдырлары витаминдерге өте бай, әсіресе фосфор мен йодқа. Сондықтан көбірек жасап қолданыңыздар. Теңіз балдырларымыз піскенше пиязымызды осылай жағалап жіңішкелеп турап аламыз. Міне біздің теңіз балдырларымыз пісті. Осының үстіне сарымсағымызды салып, қатты қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Сосын пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Мен тек тұз қостым. Осымен салатымыз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді әрі керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.